Шағбан айы қасиетті Ережеп пен Рамазан айларының ортасында келетін берекесі мол ай. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Бұл айда көп ораза ұстайтын. Бұл туралы Айша анамыз, Алла елшісі, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Ораза ұстаса, аузын ашпайды екен, аузын ашса, ораза ұстамайды екен, деп қалатынбыз. Мен Алла елшісінің, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, Рамазан айынан тыс басқа айларда бір ай толық ораза ұстағанын көрмедім. Сол сияқты Шағбан айы тәрізді басқа айларда көп ораза ұстағанын көрмедім, деген. Осы мағынаны қуаттай түсетін екінші хадисте Усама ибн Сайд, оған Алла разы болсын, пайғамбарымыздан, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын: Алла елшісі, неліктен Шағбан айында ораза ұстағаныңыз сынды өзге айларда ораза ұстамайсыз, деп сұрағанда, пайғамбар оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын: себебі Ережеп пен Рамазанның ортасында адамдар бұл айдың артықшылығын ескере бермейді. Бұл айда адамдардың амалдары әлемдердің Раббысына көтеріледі. Амалдарым көтерілгенде ораза болуды қалаймын, деп жауап берген. Жоғарыда екі хадис бұл айдың маңызды ай екенін көрсетеді. Барша мұсылман үмметі бұл айдан ғапыл қалмауға тырысқан. Ескіде адамдар Шағбан айы кірісімен Құран кітаптарын қолдарына алып хатым ететін, жылдық зекеттерін осы айда шығаратын, дүниелік істерді мүмкіндігінше ысырып қойып, намазға, зікірге, Құран оқуға, ораза ұстауға бет бұратын. Себебі бұл ай Рамазан айына дайындық, ал Құран оқуға бет бұрушылардың молдығы сонша Құран оқылатын немесе Құран оқушылар айы деп те аталып кеткен. Шағбан айымыз осындай ерекше ай, берекесі мол ай. Бұл ай жақсылықты молайтып, жаман әдеттерден тыйылып, Рамазанға дайындалатын ай, өткен жылдардан қалған қазаларды өтейтін ай. Шағбан сөзінің тілдік мағынасы көптеген жақсылықтардың бастауы дегенді білдіреді. Сансыз сауапқа толы қасиетті Рамазан жақындағанын сеншілетін бұл мүбәрәк айды ардақты Мұхаммед пайғамбарымыз, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, ерекше ықыласпен қарсы алып, құлшылыққа толы өткізетін. Алдағы Рамазан айына дайындық жасап, айналасындағы сахабаларын соған үндеген. Әбу Әмәмә әл-Бихриден жеткен хадисте Шағбан айы кіргенде өздеріңізді тазалаңыздар және ниеттеріңізді дұрыстаңыздар, деп өсиет еткені айтылады. Пайғамбарымыздың, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, сүннетіне сай қасиетті Шағбан айына белгілі бір дайындық жасаудың мәні зор. Жан тәнімізді түрлі жаманшылықтан тазартып, ниет ықыласымызды дұрыстап, айлардың сұлтаны Рамазанды кіршіксіз пәк жүрекпен қарсы алуға талпынуымыз қажет. Қызғаныш, көре алмаушылық, қастандық, жек көрушілік, ашушандықтан жүрегімізді тазалап, ғайбат, өсек, сөз тасу, жамандау, кемсіту, көпшіліктің алдында біреудің айыбын көзге басып ұялту секілді жағымсыз істерден тілімізді қорғауды дағды айналдырып, дайындық жасауымыз тиіс. Алланың сүйікті елшісі, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, Шағбан айындағы айлардың ешбірінде жиі ораза ұстамайтын және былай өсиет қалдырған: шама шарқыңызға қарай амал жасаңыз, өйткені сіз жалықпайынша Алла да сізге жалығатын амалды жүктемейді. Алланың құзырында қабыл болатын амал аз да болса игі істің тұрақты жалғасып тұрғаны, дейді. Ендеше берекеге толы Шағбан айын бекерге өткізіп алмай, күндіз ораза ұстап, түнде құлшылық жасаған дұрыс. Бұған қоса сүйікті пайғамбарымызға, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, салауаттар арнаған жөн. Ардақты Мұхаммед пайғамбарымыз, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, Шағбан айы келгенде: Алла тағалам, Ережеп пен Шағбан айларын берекелі қыла көр, бізді Рамазанға аман есен жеткіз, деген дұғасын жиі айтатын болған. Бізде бұл мүбәрәк айды берекелі етіп құлшылықпен өткізуді нәсіп етсін.